Қайырлы кеш, құрметті қонақтар және бізді онлайн тамашалап отырған ұстаздар, студент, жастар. Ұлттық қасиетіміз бен құндылықтарымызды ұлықтап, нар кескен намысымызды оятқан, әлемге қазақты азаттық сүйгіш рухы биік, намысы берік халық ретінде жариялаған тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне ие болғанымызға биыл 29 жыл толып отыр. Осындай мерейлі шақта еліміздің гүлденіп көркеюі жолында аянбай еңбек етіп жүрген қазақстандықтарды, оның ішінде бүгін онлайн кездесуімізге келіп отырған құрметті қонақтарымыз, азаттық үшін желтоқсанға қатысқан батыр ұстаздарымызды ұлық мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Олай болса, бүгінгі ППУ аялдамасының қадірлі меймандарымен таныстырып өтейік. Филология ғылымдарының кандидаты, профессор, ақпараттандыру академиясының академигі, Торайғыров университетінің үш тұғырлы тілдер кафедрасының меңгерушісі, құрмет орденінің иегері, желтоқсан оқиғасының қатысушысы Зейнуллин Айман Файзуллақызы. Қош келдіңіз. Сондай-ақ филология ғылымдарының кандидаты, Павлодар педагогикалық университетінің профессоры, қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасының басшысы, желтоқсаншы Шақаман Рыскүл Бектемірқызы. Қош келдіңіз. Және Жебе қоғамдық бірлестігінің мүшесі, қоғам белсендісі, айтыскер ақын, бүгін ғана ертіс дарыны жеңімпазы болып отырған облысымыздағы 109 бірыңғай орталығының директоры Абзал Қайратұлы Қабдыраш. Қош келдіңіздер. Уақыт бөліп арнайы осы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында келіп отырғандарыңызға үлкен рахмет. Енді апаларымызды білеміз, бүгін енді тәуелсіздік басталғалы бері сіздерге маза жоқ шығар, барлық жерге қонаққа шақырады. Жаңа ғана міне біздің басты арналарымыз ертіс арнасы, Ербес арналарынан бұл кісілер сұхбат беріп келіп отыр. Сондықтан алтын уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді бұл ППУ аялдамасы бағдарламасы біз студенттерге онлайн әртүрлі іс-шаралар, облысымыздағы жастарға қатысты, жастарға ең керек деген дүниелермен таныстырып, ақыл кеңестер беріп отырамыз. Енді әлемде, елімізде болып жатқан жағдайға байланысты жағдай осылай болып отыр. Енді тәуелсіздікке әркім әртүрлі көзқараспен қарайды. Мысалы, сіздердің көзқарастарыңыз тәуелсіздікке деген өте ерекше махаббатпен қарайсыздар, ерекше құрметпен қарайсыздар. Бізді қазір тамашалап отырған студенттер 2000 жылдары, 2001 жылдары дүниеге келген жастар. Бұлай айтқанда, тәуелсіз Қазақстанда, Қазақстан еліміз гүлденіп, кемелденіп келіп жатқан шағында дүниеге келген жастар. Осы кісілерге тәуелсіздіктің қадір қасиеті жайлы баяндап берсек деп сіздерді арнайы шақырып отырмыз. Осы тәуелсіздік үшін сол желтоқсанға шыққан, сол топтың ортасында жүрген жандардың бір өздеріңіз. Сондықтан тәуелсіздікке деген, жалпы тәуелсіздік ұғымына бір тоқталып өтсек. Айман апай, микрофон кезегі өзіңізде. Рахмет. Жалпы біз мына осы студияға екі адам келіп отырмыз. Біз бұған қуаныштымыз, ризамыз. Бұл жаңаған өзіңіз таныстырып өткен Рыскүл Бектемірқызы Шақаман және мен екеуміздің тағдырымыз да, жасық шағымыз да, міне бүгінгі ғалымдық, ұстаздық жолымызда бір-бірімізбен әлгі кіндігіміз байланысып, апалы сіңлідей адамбыз, жақсы құрбымыз. Сондықтан екеумізді бөле жармай шақырғандарыңызға мен үлкен ризашылығымды білдіремін. Сондықтан бұл жерде біз енді жаңа тікелей сұраққа жауап беретін болсақ, әрине Рыскүл екеуміз де сол жаңа желтоқсан көтерілісіне оқиға деп біз айтуға хақымыз жоқ, өйткені оқиға ол кішкентай ғана дүние. Ал көтеріліс деп, өйткені ұлт азаттық үшін болған көтеріліс қой бұл. Себебі өздеріңіз білесіздер, енді бүгінгі тарихшылардың қаншалықты зерттегендерін білмейміз. Енді өзімізге белгілі 300-ден аса көтеріліс болды деп жатыр. Қазір соңғы кезде мына тарих ғылымының докторы профессор Зиябек Қабулдинов, ол кісі 300-ден де көп көтеріліс болған, өйткені ауылдарда, аймақтарда, өңірлерде осы барлығының мазмұны ұлт азаттық көтеріліс болған деп айтады. Осыншама 300-ден аса деп. Сондай көтерілістің ең бірегейі және бүгінгі біз өзіңіз айтпақшы бейбіт өмір сүріп отырсақ, сол соңғы
енді лайым болмасын деп тілейміз. Ұлт азаттық үшін болған көтеріліс осы желтоқсан көтерілісі. Енді тікелей шежіреге бүгіншіге сенен оны біз айтып қазір уақыт кетірмей қояйық. Ол туралы кітаптар да жазылар, өзіміздің мақалаларымызда да беріп жатамыз. Шын мәнінде біз жаңа өзіңіз айтпақшы, жаңылдап тұрған 20, әріміз 21-22 жастағы қыздар мен жігіттер болдық. Соңғы курста оқып жаттық. Саналы түрде қолымызға диплом алу үшін диплом жұмыстарын жазып жаттық. Бұл тәуелсіздік әрине біз үшін үлкен қымбат. Және ол ешқашанда жалпы біз үшін емес, өзі қазақтың әрбір ұрпағы, әрбір отбасы үшін тәуелсіздік ең қадірлі, ең құрметті, ең қасиетті ұғым болу керек. Мереке деп айтайын деп тұрған жоқпын, ұғым. Себебі бұл бірінші орында тұру керек. Әуелі Алла, екінші тәуелсіздік. Неге? Себебі қазақ халқы өзі тумысынан талантты, өте бай, көңілі жарқын, жері бай халық. Соны ала сұраған қаншама көздер, қаншама дұшпандар, тіпті іштен де сырттан да келіп атқан талай жаулар болғаннан кейін, оған сол үшін күрес жиі болып тұрады. Бүгін де күрес жоқ емес, болып жатыр. Бүгін рухани күрес, бүгін ақпаратты күрес болып жатыр. Сондықтан бүгін біз әлгі қолымызға қару алып, сол желтоқсандағыдай қан төгілмесе де, бүгін жанымыздың, тәніміз, мына рухани қанымыз төгіліп жатыр. Біз сол үшін күресіп жатырмыз. Сондықтан бүгінгі 2000 жылы, одан бұрын, одан кейін қазір келіп жатқан жастарымыз тәуелсіздік үшін осы рухани көтерілістің жауынгерлері болу керек. Біз енді жаңа ғана, кеше ғана менің WhatsApp-ыма біреу не келді, енді бір мысал ретінде айтайын деп тұрмын. Мұғалім жіберіпті, 16 желтоқсан бұл қандай күн десе, соғым соятын күн деп. Сосын оны астарына көп адамдар, мұғалімдердің өзі, мектеп мұғалімдер өзі лайк жазып жіберіпті күліп. Сосын мен астына жібердім, бұл соншалықты күлетін дүние емес. Бұл ендеше әлі де болса біздің тәуелсіздік үшін біздің санамыздың әлі жетілмей жатқан, әлі жүрегімізге өткізбей жатқанның дүниесі. Сондықтан тәуелсіздік деген кезде бірінші қазақ елін сақтау, екінші сол жолда күрес, үшінші соны мәңгі сақтау жолында жаңа күрес болу керек. Сонда ғана біз тәуелсіздік деген ұғымды сақтаймыз, сонда ғана біз тәуелсіздік дегенді санамызға сіңіріп өмір бойы өтеміз. Ешқашанда ойымыздан, жүрегімізден, санамыздан тәуелсіздік деген сөзді алып тастамасақ, айтады ғой әлгі әрбір іске бісміллә деп, сол сияқты тәуелсіздік деген сөз санамызда тұратын болса, онда біздің ісіміз берекелі және қазақ елінің мәңгілік жан-жақты дамуына біз өзіміздің күшімізді, күресімізді жаңа жасап, күшімізді сіңіретін мүмкіндік болады деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Енді микрофонды ары қарай Рыскүл апайымызға сұнап отырайық. Жалпы осы желтоқсан жаңағы көтерілісі деп айтыр, оқиға деп ауқымын кішірейтпей, үлкен көтеріліс, осы көтеріліс болған сәтте сіздер неше жаста едіңіздер? Жалпы соған ол кезде қалай басталып кетті? Сол туралы. Рахмет сөз бергендеріңізге. Жалпы осы жаңа өздеріңіз айтып отырғандай, тәуелсіздікке 29 жыл болғанмен, желтоқсанға 33 жыл. Сондықтан желтоқсан оқиғасы менің еңбек өтілімен сәйкес келеді. Желтоқсан оқиғасы жылында біздің еңбек өтіліміз басталды, жұмысқа тұрдық. Енді сол кездегі өздеріңізді түсініп жатқан шығарсыздар, осыдан 30 жыл бұрын мен неше жаста екендігімді. Бұл енді жалпы желтоқсанның 16-сы тәуелсіздік күні деп енді алақайлап, алақайды аспанға ататын күн деп есептесек те, дәл өз басым екідай күйде жүрем. Себебі бұл бір жағынан келесі күн желтоқсан оқиғасының бір қатты болған күндер, ал енді 16-сы тәуелсіздік күнде. Сондықтан өзі ондай күндерді өздеріңізде сезініп жататын шығарсыздар. Өте бір өзіңді қай күйде ұстайтыныңды білмей, осы желтоқсан айы туған кезде бір дағдарысқа ұшырап жатамыз, рухани дағдарысқа ұшырап жатамыз. Бірақ дегенмен осы сіздердің тараптарыңыздан жалпы қай орта болсын, қоғамдық орта болсын, жастарға өзіңіздің көрген білгеніңіз айта жүріңізші дегенсің, амалсыз осындай нәрселерді, естеліктерді айтуға тура келеді. Бұл бір жағынан әрине жаңа Айман құрбым айтып кеткендей, бүкіл ақпарат түрлерінен желтоқсан оқиғасы, тәуелсіздік мәселесі барлығы жақсы жарияланған. Жастар бұл жағымен қаруланып, бұл жағымен бәрі мазмұнын бәрін бойларына сіңіріп игерді. Бірақ бұлардың қызықтыратын әрине сол кезде нақты куәгерлермен жүзбе-жүз кездесіп сөйлесіп, солардың естеліктерімен өздері сенімдік туғызу ғой. Сондықтан сондай сенімдіктері болу үшін, жазып жатқан ақпараттың шынайылығын дәлелдеу үшін де біз осы жерге келіп, осы мәселені ашып айтқымыз келеді, және соған мүмкіндік беріп отырған сіздерге көп-көп рахмет. Енді еркінді, тәуелсіздік деген сөзді қазіргі жастарға қарап мен айта аламын.
қазір жастар өте еркін, қай жағынан еркін, әсіресе тіл сөйлеу еркіндігі бар. Ал енді біз сол кезде жаңа өзіңіздің сұрағыңызға жауап берейін, ол кезде сол 20-дан енді асқан жастармыз, бізде ол кезде тіл еркіндігі деген болған жоқ. Қай жерде жүрсек те міндетті түрде ресми тілде, орыс тілінде сөйлеу қажеттілік туындайтын, көліктерде, трамвайда мысалы, троллейбустарда, Алматыда троллейбус бар ғой, көлігі, трамвай, автобус, қай жерде жүрсек те міндетті түрде ресми түрде сөйлеуге тиісті болатынбыз. Ал егер өз тілімізде сөйлеп жатсақ, сол жерде тұрған қарапайым басқа ұлттың өкілі міндетті түрде саған келіп ескерту жасаған кезде сен рухани қысымға ұшырап, өзіңді қандай күйге түсетініңді білмей делдал боласың. Енді осыдан кейін өздеріңізде сезініңіздер. Еркіндік деген не, тәуелсіздік деген не, сөз бостандығы деген не. Ал енді қазір әрине еркіндік бар, рухани еркіндік бар, өзіңді өзің сөйлейсің, және осы мемлекеттің нақты мүшесі екендігіңді сезінген кезде, сол кездегі сенің шеруге шыққаныңа шынымен де риза боласың өзіңе. Жалпы мен сол кезде әрине мен ешкімнің қолына түскен жоқпын, ешқайда ұсталған жоқпын. Мен бар міндетім сол күнгі жаңағы Колбин мырзаны сайлады деген кезде бізде ғылыми коммунизм деген пән болатын. Сол пәнде, ол пәнді біз шын айтайық, іш пыстыратын пән, ғылыми коммунизм деген жаңағы съезді талқылайсың, КПСС съездерін, жалпы мына шетелдік ғалымдардың философиясын талқылайсың, капиталды талқылайсың. Бұл енді біреуге әрине сол экономика саясатында, экономика әлеуметтік тақырыптарда бір маманданған адамдарға қызықты болғанмен, ал енді филология мамандығында біз әрине көркем сөзге құмармыз, басқа да рухани өнерге құмармыз. Дегенмен біз сол сабақтан қалмауға тырысатынбыз. Сол кездегі ақсақал оқытушы ағайымыз келіп хабарлаған кезде біз шыны керек жаңағы рухани қысымшылығымыз бар, тілден сөйлеу мүмкіндігіміздің болмауы себебі бар, осының бәрі бұрқ етіп бір-ақ күнде шықты. Бізді ешкім де уағыздаған да жоқ, бізді ешкім шығыңдар деп үгіт насихат жүргізген жоқ. Бар болғаны бойымызда неше жасқа келдік? Сол 20 жас, сол кезде 20 жылдың ішіндегі толқып тұрған іштеміміздегі бүкіл бұрқыраған ішіміздегі бу, от, жалын бір-ақ күнде шықты. Ұлтқа, елге деген. Ұлтқа деген. Сол кезде біз сол мүмкіндікті пайдаланбасақ, біз ешқашанда ештеңеде айта алмайтындығымызды сезіндік. Сондықтан мен кейде әр нәрсенің екі жағы бар ғой, мен кейде Михаил Сергеевич Горбачевқа ризашылығымды білдіремін. Ол кісі қалай жаңағы бас секретарь болды бүкіл СССР-де. Сөз бостандығы қайткен күнде де сөз бостандығы пайда болды. Және сол кісінің қайткенде бір өз үшін қате, біз үшін дұрыс, жаңағыдай біраз бір еркіндіктер беріліп қалды да, сол да әсер етті. Біз қазақ ұлтының жастары, мен соны баса айтқым келді, қазақ ұлтының жастары, әсіресе мына ауылда сөзге, ауызекі тілге, ауыз әдебиетіне байып, қанығып шыққан, ақсақалдардың ақыл кеңесін біліп шыққан, әке шешелерінің ұлы отан соғысына қатысқандардың ұрпақтарымыз біз. Соларды бәрін көріп, әдебиетпен рухани байып келген біздерге бұл ешқандай да не болған жоқ, бөгет болған жоқ, бәріміз шықтық, сөзімізді айттық. Бірақ біздің түсінбегеніміз бізді неге орынсыз кінәлады деген нәрсе. Біз шыны керек сол кезде басталып кеткен қанды соғыс, ұрыс керіс, тепкілеу, шашты жұлу, осының бәрін біз көрген кезде, мен шын айтайын, сіздердің тілдермен айтсақ, шокта болдық, дағдарысқа ұшырадық. Енді оның бәрін айта берсек, сіздер көріп жатқан жаңағы фильмдердегі бүкіл нәрсе көз алдарыңызға келеді. Мен бұл жерде отырып жастарды жылатқым келіп отырған жоқ. Сұрақ барысында айтыла жатар. Бірақ сондықтан мен жастарға, мына жерде отырған құрбымыз екеуміз, жалпы мен сияқты сол кездегі замандастар қазір жарты ғасырлық жасқа келдік, жарты ғасырдан асып та кеттік. Біз сол кезеңге шығып, сол бостандыққа алып келуге сәл де болсын үлесімізді қосқанымызға қуаныштымыз. Бірақ әкетіп бара жатқан ерлігіміз жоқ. Егер сол кездегі оқиға, Құдай өзі кешірсін, дәл осы жастар болса, олар да шығатын еді. Сол кездегі комсомолдар да болды, коммунистік партияның қатарында жүргендер де болды. Олардың кейбіреулер шықты, біреулер шықпады. Шыққандарға ризашылығымды білдірем, шықпағандарға түсінушілікпен қараймын. Міне осындай ғана мәселе. Өте жақсы, үлкен рахмет. Қандай бір толғаныспен, тебіреніспен, шынымен ол бір сәттерді қайта айдалып еске алудың өзі бір ауыр тиеді әрине. Сондықтан рахмет, осының барлығын айтып, баяндап отырғандарыңызға. Мүмкін осындағы студенттерге бұл бір ертегі іспеттес болуы мүмкін әрине. Бірақ сол сіздердей шәттерінде, сол ұлт үшін, ел үшін, сіздердің осы болашақтарыңыз үшін деп осы желтоқсанға шыққан апаларымызға тағы да алғыс білдіреміз. Енді микрофонды Абзалға сұнайық. Сол кездегі сіздердің жастарыңыздағы азамат Абзал Қабдыраш. Енді Абзал да
алдыңғы буын ағалардың үлгісін алып, тәрбиесін алып, ұлт үшін, тіл үшін деп тіл жанашыры болып жүрген азаматтың бірі. Осы Ертіс-Баян өңіріндегі бірқатар көшелердің қазақшалануына да өзі бас көтеріп, сөз сөйлеп, қысылмай жүрген азаматтың бірі. Сондықтан да үлкен алғыс айтамыз. Және Жебе қоғамдық бірлестігімен талай іс-шараларды қазір атқарып жүр. Соның ішінде біз Абзалға осы бүгін арнайы шақыртып отырғанымыз бүгіннен тәуелсіздіктің төлі деп айтсақ болады, тәуелсіздіктің азаматы, тәуелсіз Қазақстанда дүниеге келген. Енді осы өз қатарынан қарағанда Абзал осы тәуелсіздіктің тәтті сыйы деген шағын сый-сияпаттар дайындап, осындай бір істер атқарып жатырсың. Сол туралы жалпы айта кетсең, қандай тағы да іс-шаралар бар алда атқарылатын Жебе қоғамдық бірлестігімен, және өз басың? Жақсы. Әуелден шақыртып, осындай тәуелсіздікке арнайы бағдарлама жасап, уақыт бөліп ұйымдастырғаныңыз үшін көптен көп алғысымды білдірем. Сіздің университетіңіздің ұжымына, және қасымда отырған алдыңғы буын апаларыма да алғысым шексіз. Егер сол кезде сіз секілді жалынды жастар көш бастап алаңға шықпаған кезде біздің де осындай бейбіт өмірде күн кешіп еркін отырмауымыз да екі талай еді. Енді қазір қасымдағы апаларыма қарасам, жүздерінде, аналық жүздерінде ер азаматтық рух бар екені көрініп тұр. Осы шетімнен отырып байқап отырсам, қабақтарында сол 86-ның елесі әлі тұрғандай болып көрінді маған жаңа ғана. Ең біріншіден сіздерге зор денсаулық тілеймін, аман болыңыздар, және барша жас ұрпақтың атынан, тәуелсіз Қазақстан жастарының атынан, өз атынан ерекше алғысымды білдіргім келеді. Енді тәуелсіздіктің мән маңызын бұдан әрі насихатта бізден кейінгі іні бауырларымызға, бізден кейінгі бала-шағамызға жеткізу біздің басты міндетіміз. Өйткені менің өзімнің айтатыным бар, егер сіз өзіңіздің балаңызға тәуелсіздіктің не екенін түсіндірмесеңіз, сіздің балаңыз сіздің немереңізге азаттықтың қадірін ұқтыра алмайды. Ал егер азаттықтың қадірін білмесе, тәуелсіздіктің қадірін білмеген ұрпақ, ол әбден еркінсініп, босаңсып, әп-сәтте Құдай сақтасын азаттығымыздан айырылып қалуымыз да ықтимал. Өйткені тәуелсіздікке жету бір қиындық, бір биіктік, ал сол биіктікке шығып, сол азаттықты ұстап тұру одан 10 есе ауыр қиындық. Қазір біздің қолымызға азаттық келгеннен кейін, сіздер алып біздің қолымызға бергеннен кейін оны құлатып алмай, байрағын тікстау, ол біздің басты міндетіміз, перзенттік борышымыз. Еркек кіндік азамат болсақ, ер азаматтық міндетіміз, әйелдер қауым болса да, олардың өзінің аналық парызы деп есептеймін. Өйткені олар да өздерінің бала-шағасына осы тәуелсіздікті саналарына сіңдіре білу керек. Қазіргі таңда Павлодар облысында Жебе деген қоғамдық бірлестік бар. Өздеріңіз естіп білген боларсыздар. Бұл ұлттық бағытта ұлт руханиятын жаңғыртуға қатысты бірқатар жобаларды жасап жүрген ұйымдардың бірден бірі. Ешқандай да бір қаражатсыз, ешқандай да бір былайша айтқанда мемлекеттің тендерінсіз, госзакупсыз өздерімен өздері ұйымшыл жастар бас қосып, бас біріктіріп, тәуелсіздік үшін, азаттық үшін, ұлт руханият үшін де еңбек етіп жатыр. Бәріңізге мәлім, былтыр ғана Мен қазақпын деген челлендж басталған болатын. Қуандық Рахымның әнін тәуелсіздік күніне қарсаңында айтып, хормен айтып, ол челленджіміз бүкіл республикаға таралып, ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тарапынан да үлкен қолдауға ие болған. Биыл да Жебе қоғамдық бірлестігі бірнеше жобаларды бастады. Оның алдыңғысы тәуелсіздік күніне орай тұғырлы тәуелсіздік деген видео құттықтау байқауы, яғни отбасылық құттықтаулар, ұжымдық құттықтаулар келіп түсіп жатыр. Жеңіске жеткен видео авторларына ең біріншіден біз мемлекеттік туды сыйға тартамыз ба деген ойдамыз. Өйткені біздің кие тұтар рәміздеріміздің бірден бірі ол мемлекеттік туымыз. Әрбір егемен елдің, азат елдің, тәуелсіз елдің көк байрағы төбесінде тұру керек. Сол себепті тәуелсіздіктің маңызын арттыру мақсатында біз ең біріншіден туды, мемлекеттік туды және оның қасына қомақты қаржылай сыйлықты ұйымдастырып отырмыз. Бұған да өңір басшылығы осы жолы бізге көмек көрсетті. Бұдан бөлек, енді сіздер білесіздер, кішкентай балалардың барлығы жаңа жыл неге күтеді? Өйткені ол тәтті сыйлықтар күтеді. Новогодний кулектар деп айтып жатады. Сондай кулектарды күтеді балалар, сол үшін оларға жаңа жыл қызық. Ал неге олар сол балалардың санасына тәуелсіздіктің мән маңызын сіңдірмеске? Осы орайда, осы мақсатта біз тәуелсіздік Тәңір берген тәтті сый деген тәтті шоколадтар, кәмпиттер салынған пакеттерді әзірлеп шығарып жатырмыз. Өткен жылда жасалған болатын, биылғы жылы ол пакеттің құрамына біз кішкентай мемлекеттік туды салдық және шай ішетін бокалдар салдық. Ол бокалдың сыртында тәуелсіздік күні құтты болсын деген суреттер бар. Кесе сияқты, соның сыртында тәуелсіздік
тәуелсіздіктің суреті бар, тәуелсіздік жайлы нақыл сөздер жазылған. Әрбір бала шай ішкен сайын, сол кеседен шай ішкен сайын тәуелсіздік деген сөзді естіп, қайталап, санасына сіңдіріп, жүрегіне жақын ұстаған сайын оның мән маңызын түсінеді деген оймен біз сөйтіп жасаған болатынбыз. Енді бұл біздің жобаларымыздың соңы емес, біздей жастар сіздерде алдыңғы буынға қарап үлгі алады. Сіздердің ерліктеріңіз біз үшін қашанда үлгі. Арбаның алдыңғы доңғалағы қалай жүрсе, соңғы екеуі де солай домалайды ғой. Сіздер бізге рухтың не екенін түсіндірдіңіздер, азаттықтың не екенін түсіндірдіңіздер, елге қызмет етудің не екенін түсіндіріп келесіздер. Енді біз де осындай құнды деректерді, осы құнды қасиеттерді өзімізден кейінгі бауырларымызға, іні қарындастарымызға, бала шағамызға жеткізіп берсек, бар арманымыз, бар мақсат мүддеміз осы деп білем. Келе жатқан тәуелсіздік күні құтты болсын. Көк байрағымыз төбемізде желбірей берсін. Сіздердің ерліктеріңіз тарих өткен сайын жоғалмай, шаң баспай, тарих өткен сайын, жыл сайын жаңарып, ұрпақ жадында жаңғырып жүре берсін дегім келеді. Үлкен рахмет. Абзал, микрофон өзіңде бола тұрсын. Енді бізде Абзал қазір асығыс, тағы да бір жиналысқа жол жүру керек болып тұр. Сондықтан Абзалға тағы бір сұрақ қойып, босатайық деп отырмыз. Жаңа бір сәт өзімнің де есіме түсіп кетті. Бір рет Қарағандыдан осы Павлодарға келе жатырмыз. Үйдегі үлкен кісі көлікте қасымда ұйықтап жатқан. Жұлдыз FM деген радионы тыңдап келе жатырмыз. Жасұлан Қали деген ағамыз неше түрлі қалжыңдарды айтып, еркін сөйлеп, қарқылдап күліп, жаңағы жүргізушілермен, хабарласқан адамдармен қалжыңдап сөйтіп отыр. Бір кезде бір жолдың бұралаң жолынан үйдегі үлкен кісі оянып кетті. Атып тұрды да, тәуелсіздік деген осы екен ғой деді. Егер тәуелсіздік болмаса, осылай қалжыңдап, қарқылдап күліп отырасың ба деді. Енді сол секілді тағы бір сұрақ келіп түскен екен. Міне тәуелсіздік қағаз бетіндегі шекара, елдің атынан бөлек. Сіздер үшін неден көрініс табады дейді. Абзал. Біз үшін бала шағамыздың жүзіндегі күлкі, дос бауырларымыздың арасындағы сыйластық, көк байрағымыздың тек қана Қазақстан төрінде емес, әлемдік деңгейде желбіреп тұруы біз үшін осы тәуелсіздік. Кезіндегі шекарамызды бекітіп берген ата бабаларымыздың ерлігі орасан зор, жанын беріп, қанын төгіп, қазақтың бір уыс топырағында жау табанына таптатпай аман есен сақтап қалды. Одан бергісін тәуелсіздік алған кезде шекарамыз бекіді. Біз қазір әлемдік тізімде жер көлемі бойынша 9-шы орында тұрғанмен, біздің бір қатар жеріміз әлі көрші мемлекеттердің тарапында. Егер билік тарапынан ондай мәселе көтерілетін болса, сол бұрынғы Бұхар бабаларымыз, Абылайхан бабаларымыз қоныс тепкен жайлаулардың барлығы қазақ даласына қайта оралатын болса, бұл өте керемет болатын еді. Жалпы тәуелсіздік дегеніміз осы еркін тыныс алып, ойнап күліп, барымызды бағалап, осы көк аспанның астында ешқандай соғыссыз, қан төгіссіз күн кешуіміздің өзі мен үшін тәуелсіздік, мен үшін үлкен бақыт деп білемін. Үлкен рахмет. Жалпы енді өскелең осы жастарға, қазіргі мына студент болып, ауылдан, әртүрлі жерлерден студент болып жатқан жастарға өзіңнің айтар бір ақыл кеңесің. Енді өзің қоғам белсендісі ретінде жаңа тәтті сыйларды өзің қолыңнан бір жасап, тәуелсіздікке менің бір жасаған сыйлығым болсын деген істерді атқарып жатсың. Осы жастарға қандай ақыл кеңес бересің? Қысқа нұсқа. Енді алдыңға қатарымызда апаларымыз, ағаларымыз отырған кезде бізге жас буын өкілі болып ақыл берген бір түрлі екен. Дей тұрған мен тілегімді айтайын, өзімізден еріп келе жатқан мектеп қабырғасындағы студент жастағы бауырлар, іні қарындастар, ең біріншіден жүрек таза болу керек. Жүрек таза болса, Аллаға деген иман болса, қазақ еліне деген махаббатыңыз болса, өз ұлтыңызға деген патриоттығыңыз болса, соның өзі ұлттың дамуына қосып жатқан үлес деп білемін. Қазір бір нәрсеге үлесіңді қосу үшін міндетті түрде ақша аударудың қажеті жоқ, міндетті түрде барып бірден істеудің қажеті жоқ. Жүрегің таза болып, ел үшін қызмет етем, туған жерім үшін еңбек етем деген ниет болса, осының өзі үлкен серпіліс береді деп ойлаймын. Сол себепті ізімізден келе жатқан іні қарындас бауырларымызға, кішкентай бүлдіршіндерімізге ең әуелі қазақ елін сүюге, қазақ жерін сүюге және тәуелсіздігімізді кие тұтуға шақырамын. Енді бағдарламаңызға шақырғаныңызға көптен көп рахмет. Кешірім сұраймын. Қазір өңір басшылығымен сағат 6-да жиналыс жоспарланып еді. Соған үлгеріп қалуым керек. Сіздерге көптен көп рахмет. Алла разы болсын. Әлдей аман жүріңіздер. Қашан жүрсем де Айман апам жақсы танығаннан кейін үнемі айтып жүрем.
көшеде кездесіп қалып бір 10 минут болсын әңгімесін тыңдап қалайыншы деп қасымда құлағым түріп жүрем. Көптен көп рахмет. Отбасыларыңыз аман болсын. Сіздердің арқаларыңызда біздің отанымыз гүлдене берсін. Тек жақсы күндерде жолығуды Алла тағала нәсіп етсін. Сіздерге де рахмет. Ал енді біз асықпай әңгімемізді ары қарай жалғастыра берейік. Мына сұрақты сәл көтеріп жіберсек, студенттеріміз жолдап жатыр екен. Жастардың ойы, арманы, мақсат мүддесі жайында не айта аласыздар дейді. Қазақ еркіндік деп жүр ғой. Дегенмен біз тәуелсіздікке жете алдық па деген сұрақ қойыпты. Өздерінің көкейінде жүрген, өздерінің қазіргі жүрген ортасына қарай туындап жатқан ойына қатысты сұрақ қойып жатыр. Енді бұл балалардың бұл қойып жатқан сұрағы әрине саяси, экономикалық бағыттағы түсінікте қойып жатқан сұрақ қой деп ойлаймын. Ал енді мына жерден таза жеке бас, ұлттық деңгейде айтатын болсақ, мемлекеттік деңгейде және салыстырмалы түрде айтатын болсақ, біз көп еркіндікке жеттік. Оның қай жағынан дәлелдеймін мен? Әрине, мен қазіргі деңгейдегі болып жатқан саяси ахуалдарға қатысты айта алмаймын ештеңе, өйткені ол үшін менің саяси біліктілігім жоғары болу керек. Ал енді мен өзім білімділігіме, өзім ортама қарай жауап беретін болсақ, егер сол кездегі өмірді сіздер көрсеңіздер, 80-ші, 70-ші жылдардағы, онда қазір ойбай, тәуба дер едіңіздер, құрметті жастар. Бұны мен қай жағынан айта аламын? Біріншіден, сонау СССР кезінде кеңестік дәуірде біздің жеке шекарамыз болған жоқ, бәрі тұтастықта болды. Екіншіден, шекарамыз нақты белгіленді. Бірінші. Екіншіден, жеке туымыз, жеке елтаңбамыз, жеке әнұранымыз ұлттық негізде қайтадан дұрысталды. Одан кейін ең бастысы жеке ұлттық теңгеміз. Мен ұлттық теңгенің жасалған кезінде ғана өзіміздің ақшамызбен мен өз елімде еркін жүре алатындығымды сезінгенде бір жақсы сезімде жүрдік. Сондықтан еркіндік деген осы. Ал енді мынадай нәрсе, өз тіліңмен сөйлеп, өзің мемлекетіңнің нақты, тұрақты, ұлтты иесі екеніңді дәлелдеп жүре білудің өзі үлкендік. Қазір мен қай жерге барсам да, өзімнің осы жердің иесі екенімді дәлелдеуге тырысам да, басқа ұлттың жаңағы алдында өрісімді, өмірімді танытып, өзімді кең сезінемін. Осының өзі үлкен еркіндік. Ал енді басқа жағдайдағы қойып жатқан сұрақтарыңа енді ол дау тудыратын мәселелерге мен қазір жауап бере алмаймын. Жақсы. Айман апа, енді шынымен қазір жастарды әртүрлі қазірдің өзінде бір бастамаларға көтеріп кету, көшеге шығуға үгіттеп жатқан жастар көп болады ғой. Сол туралы айта кетсеңіз, енді шынымен осындай егемен тәуелсіз Қазақстанда қазір бір билікке қарсы шығу, енді ырду-дырдудың бары болып жатыр ғой еліміздің ішінде де. Осы туралы жастарға қандай ақыл кеңес бересіз? Жаңағы мына Ырысгүл Бектемірқызының пікірін ары қарай жалғастырып, жаңағы бүгінгі оппозициялық көзқарасқа, жалпы қоғамда міндетті түрде әлгі өмірде күн мен түн, махаббат пен зұлымдық бар мен жоқ, әйел мен еркек бар мен бай мен кедей деген жаңа контрастты қатынас ол міндетті түрде болады. Бәрі идеалды түрде керемет жақсы деп айтуға болмайды. Жаңағы айтып отырмыз ғой, сол кездегі әлгі желтоқсан көтерілісі кезінде, кеңес дәуірі кезіндегі бұдан да плюс минустары, әсіресе минустар көп болған кезде бүгінгі күнге біз отырып тәуба деп айтатынымыз рас. Енді мына жерде біздің тәуелсіздік ұғымында көшеге шығып бүгін көтеріліс жасау керек па деген немесе өзіміздің көзқарасымызды мына бала беріп отырған сұрақты дұрыс беріп отыр. Тәуелсіздік бүгін бар ма дейді. Бар ғой тәуелсіздік. Тәуелсіздік біз енді сол 91 алдық қой. Енді мәселе сұрақ басқада. Сол тәуелсіздік мықты болу үшін сен не істеп жатсың? Өзіңе сұрақ қоюың керек. Сен мысалы екі қазақ тұр бір-бірімен қазақша сөйлемей жатса, қазақша ойламай жатса, міне сен тәуелсіздіктің астындағы кірпішін қозғап жатсың. Келесі қазақтың жігіттері мал соя алмаса, атына отыра алмаса, қонақ күте алмаса, еркектік мінезін көрсете алмаса, міне сіз жаңа тәуелсіздің екінші кірпішін қиратып жатсыз. Қазақтың қыздары жаңағы шетелдің азаматтарын орысына тағы аннан қашқа мыннан қашқа күйеуге кетіп, не болмаса тағы да басқа бір әлгі неше түрлі қазақ қызына сай емес дүниелерді көрсетіп жатса, міне сіз тәуелсіздікті құртып жатырсыз деген сөз. Яғни астындағы кірпішін сіз қиратып жатсыз. Ал енді демократия дегенде мен қазір
сол кездегі біз іштегі әлгі бұлқанып тұрған жарамыз жарылса, бүгін сол жарамыздың емдеудің жолдарын іздеу керек. Яғни қазір көшеге шығып айғайлаудың, мысалы мен өзіміздің танитын кешегі желтоқсандар Алматыда мінекей қазір анда жиналады, мұнда жиналады. Көп балалы аналарымыз көшеге шығады. Мүмкін бұлай шешілмеу керек шығар. Бұл жерде бір жақты халықты жамандығы болмайды. Сол деңгейге жеткізбеу үшін жасыратыны жоқ, жоғарғы жақта осыған қатты жұмыс істеу керек. Қазір отырып біз керемет екен деп айтсақ, онда өтірікші боламыз. Онда біз Рыскүл екеуміз де желтоқсанға шыққанымыз туралы біз сізге бір басқа бір түрімізді көрсететін боламыз. Өте көп дүниелер, жанды ауыртатын, ішіміз ашып жүретін. Мысалы, мен қазір кей кезде кешке таман Информбюро, Астана хабарын көріп жатқан кезде жағам түсіп, төбе шашым тік тұрады. Әлі 3 ауысымда оқитын, әлі интернет жоқ. Жасырмай айтайықшы осыны. Немесе жемқорды, жаңа сыйлап жүрген адамымыз жемқормен түрмеге түсіп жатқаны, не болмаса неде ауруханада әлгі көмек көрсетпей жатқан әлі де бар ғой, адамның жанын ауыртатын. Ендеше қазіргі сол біздің тәуелсіздігіміз дұрыс ұғымдау болсын, тәуелсіздігімізге мықты болу үшін халық, үкімет, жоғарғы билік пен халықтың ортасына керемет байланыс болу керек. Халықты олар тыңдау керек. Сонда мынандай сұрақтар артық сұрақ болмайды. Егер үкімет жемқорлықтан таза болса, халыққа жақын болатын болса, онда біздің қара халық, киелі халық ол. Киелі біз қазақтың ұрпағымыз. Олар таңнан кешке дейін жұмыс жасауға да, жағында мынадай артық сұрақ бермеуге де, егер ішетін тамағы дұрыс болса, жұмыс істейтін несі жаңағы орны дұрыс болса, еңбек ақысы жоғары болса, әрине онда неге біз араб әміршілігі бір ғана мұнаймен, мысалы қазір бай, бәленші 5-ші ұрпағына дейін жаңағы қамтамасыз етілген. Ал біздер бәлен Менделеевтің байлығы бола тұрып, біз әлі де осындай болып жатырмыз. Бір қарын майды бір құмалақ шіртеді. Сондай құмалақтар жүр бізде қазір. Сондықтан мына көшеге шыққаннан көрі сол жаңағы ұрыстың болмауын, сол келеңсіздік болмаудың жолдарын, механизмін, соны шешудің жолдарын бағалауымыз керек. Содан кейін бізде қазір кейде былай болады. Әлгі дайын асқа тық қасық, маған әкеле беріңдер, бере беріңдер деп. Соны сұрау үшін де сен жұмыс істеуің керек. Көрдіңіз бе? Мысалы, мына қазір мұғалімдердің мәртебесін көтеру үшін, ақшасын көтеру үшін, мұғалімді жатып ол ақшаны ала бермеу керек қой. Соған саналы ұрпақ дайындау үшін бізде еңбек етуіміз керек. Яғни бұл бір жақты жұмыс емес. Бір жағынан үкімет, билік, екінші жағынан қара халық қолдарын ұстасып отырып, ана тәуелсіздік мықты болу үшін бере беру керек, ала да беру керек. Сонда ғана мына жаңағыдай күмәнді сұрақ тумайды. Жақсы, үлкен рахмет. Қандай тамаша, міне ұстаздарымыз өздерінің көрегенділігіменен, өмірден көрген білген, түйген тәжірибесіменен сіздерге кеңінен ауқымды, толыққанды жауап берді деп ойлаймын. Енді біздің конференциямыздың уақыты да аяқталуға таяп қалыпты. Жалпы осы тәуелсіздік күніне, тәуелсіз елімізге, тәуелсіз Қазақстанның жастарына деген бір ауыз тілекпен ойымызды қорытындылайық. Микрофон сіздерде. Жерде балаларымыз сұрағында тұр екен, жаңа жыл бізге не береді деп. Енді жастар, мынадай нәрсе бар, ресми бекітілген мереке бар. Ол жаңа жылдың бізге беретіндігі ол өзіңе байланысты. Сондықтан ресми түрде бекітілген мерекені біз мемлекеттік тарапынан, ресми бекітілген тараптан біз оны тойламауымыз әрине өзінің жеке байланысты, бірақ атап өту, оны ресми түрде белгілеп көрсету, бұл енді міндетті нәрсе деп ойлаймын. Бірақ енді ол жаңа жылдыға сен жаңа жыл ретінде қарауың керек. Ұлттық жаңа жылымыз бар әрине, Наурыз жаңа жылы. Оны өзіңде ұлттық деңгейде тойлайтынымыз белгілі. Бірақ енді ресми бекітілген жаңа жылды менсінбей мұрынды шүйіріп қарап, бұл біздікі емес деп айту, ол орынсыз деп ойлаймын. Сондықтан әр нәрсенің өзіне бар. Мынадай нәрсе бар. Менің өзім тұжырымдамам бар, бірнеше тұжырымдамам. Соның бір үшіншісі бар, соны айтайын. Аязбей әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген бар. Сондықтан әркім өз орнымен, өзінің білгенімен мемлекетке пайдасын тигізсе, сен сол кезде бақытты боласың, сен сол кезде тәуелсіз боласың. Одан кейін жаңа сол тұжырымнан тұжырым шығып жатыр. Ешкімді пір тұтпа. Менің мысалы пірім табиғат ана. Мемлекетке пайдаңды тигіз, еліңе пайдаңды тигіз. Пайдаңды тигізбесең, зияныңды да тигізбе. Мен жастарға осындай тілек айтқым келеді. Бақытты болыңдар. Өте тамаша, үлкен рахмет. Айман апай. Жаңа жылға байланысты бір ғана сөз айтайық.
тәуелсіздіктен бұрын жаңа жылдың жаңа айғайлап, жарқырап, жалтырап шығуы ол тағы да өзімізге байланысты. Жаңа мына Абзал баламыз айтып кетті ғой, тәуелсіздік туралы қазір міне көшеге шығып, көшеде жаңағы тәуелсіздігіміз жасасын деген лозунгтар, жарнамалар тұратын болса, жаңағыдай тәттілер тарап жаса, тағы да тәуелсіздіктің мазмұнын ашатын жұмыстар жүргізсе, жаңа жыл өзінен өзі сырлады. Сондықтан әр нәрсе өзінің орнымен болған дұрыс деп ойлаймыз. Ал енді тілегім, ұлт болу үшін үлкен 5 құндылық бар. Бұл сенің тілің, екінші салт дәстүрің, тарихың, жерің және білімің. Міне осы үлкен 5 құндылықты бір аяқта ұстап отырып, көзің қарашағындай сақтайтын болсақ, онда біздің тәуелсіздігіміз, бүгін өзіңіз көтеріп отырмын, біздің қазағымыз мықты болады. Сондықтан әр уақытта әрбір қазақтың ұрпағы, қыз мен жігіті, ертең ол ана, ол ертең әке, ол ертең ата, әже, біреуге абысын, ажын болады. Сондықтан туысқандық ортада біздің осы 5 құндылығымызды сабақтастық жасай отырып, бір-біріне ары қарай ғасырдан ғасырға жалғастырып отыруымыз керек. Сондықтан тәуелсіздік мерекесі тарихымызда жазылып қалған қан мен жанымызбен сол құтты болсын, бауырымыз бүтін, еліміз қуатты болсын. Ол үшін адам баласына 3 нәрсе керек. Жаңа кім Рысқұл айтпақшы, Бектемірқызы айтпақшы. Бірінші денсаулық. Егер оның дені сау болмаса, одан рухани ой шықпайды. Екінші білім мен ғылым. Білемін дегеннен гөрі білгім келеді деген принциппен өмір сүру керек. Білгім келеді деген көңіл болса, онда сен жұмбақ дүниені аша бересің. Үшінші, жұртқа, яғни өзінің ісіңді сүю. Ол мамандық бола ма, ол сенің әрекетің бола ма, қарекетің бола ма. Міне осы үшеуін бүгінгі жастарға мен тілеймін. Бұл үшеуіне де мүмкіндік бар. Бұл үшеуінде де тәуелсіздік бар. Азаттық бар. Тек қана өзің соны пайдалана біл, соны жүзеге асыра біл, жұртқа үлгі бола біл. Сол жолда сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет, қандай кереметіне. Осы апаларымыздан, аналарымыздан осындай бата алып, тілек алып отырудың өзі үлкен бақыт. Әрдайым аман болыңыздар, ауырмай сырқамаңыздар, Алла күш қуат берсін деген тілектеміз. Желтоқсанның екпінімен келген тәуелсіздіктің біз үшін орны қашанда бөлек. Батыр бабаларымыздың, ұлы мұраттар жолында құрбан болған асыл азаматтарымыздың асқақ армандарының, сәбиін білегімен, даласын жүрегімен тербеткен аналарымыздың аққан жасы, жаратқаннан тілеген медетінің арқасында қол жеткізген тәуелсіздікті біз әрқашан мақтан тұтып қастерлей білуге тиістіміз. Біле білсек, бұл біздің азаматтық парызымыз, адамдық борышымыз. Еуразия жүрегінде өркениеттердің ұштасқан орталығында талай ұлт пен ұлыстың мекенін айналған ұлы далада азат елдің азаматы атанғаннан асқан бақыт жоқ. Тәуелсіздіктің тал бесігінде тербеліп, қыран құсы қалықтаған көк аспанымыздың астында баянды да бақытты ғұмырымыз мәңгілік болсын деген тілекпен бүгінгі конференцияны аяқтаймыз. Ден қойып тыңдағандарыңызға, сұрақ қойып белсенділік танытқан баршаларыңызға алғыс білдіреміз. Амандықта, саулықта жүздескенше сау, саламат болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.